Қош келдіңіздер арнама. Осы арна сіздерге ұнап жатса, ішіндегі кеңестер ұнап жатса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Өзге ұлт дәрігерлерінің кеңестерінен аударма ұсынамын. Не умывакин. Шай тамырларыңызды щетка секілді тазалайды. Сізде уақытында денсаулығыма көңіл бөлмедім деген өкініш болады ма? Әлсіздігіңізді мүмкін кәріліктен болар деп, немесе бас айналуыңызды ауа райынан болар деп, немесе ұмытшақ болып бара жатсаңыз, оны стресстен болар деп ойлап жүрсіз бе? Мұның бәрі жаймен қан тамырларының бітелуі. Үлкен жасқа келген көп адамдардың өкініші уақытында денсаулыққа көңіл бөліп, ауырмай тұрып, ауырмайтын жол іздемегені. Уақытында давлениесін өлшеп, саусақтарындағы ұюды байқап, тәніңіз көмек сұрағанда байқап, керекті витамин, минералдармен ағзаға көмек бермегеніне өкінеді. Сол қателік бас ауруына, ұйқысыздыққа, қорқынышқа, жүрек қағысының өзгеруіне, тағы басқа ауруларға әкеледі. Сол қателіктің алдын алатын не умывакиннің халық арасында тазалаушы щетка деп аталып кеткен рецептімен таныстырамын. Ол қарапайым, қолжетімді рецепт. Осы рецепт сізге ақылыңызға тұнықтық, денеңізге жеңілдік, жаныңызға тыныштық сыйлайды. Қанның ластануы айлар бойы, жылдар бойы жиналады. Оның белгілері: бірінші, әлсіздік сезінесіз. Екінші, қолдың ұюын сезінесіз. Үшінші, құлақтағы шуды сезінесіз. Мұның бәрін кәріліктен деп ойлау қателік. Бұл қан тамырларындағы қанның ластануы, қан айналымның нашарлауы. Қан бұл өмір. Қан тамырлары тарылады. Сонан соң түйіршіктер пайда болады. Қанның құрамы бұзылғандықтан соң қан айналым нашарлап, клеткалар ашығады. Ми тұнықтығын жоғалтады. Жүрекке ауырлық түседі. Қиыншылықпен жұмыс істейді. Мұның бәрін кәрілік деу қателік, ағза белгі беруде. Бірде Новгородта тұратын бұрынғы мұғалима апайда өз шәкірттерін есіне түсіре алмады. Қойған заттарын ұмыта берді. Осының бәрін кәріліктен деп ойлады. Ол кісіде қан тамырлары бітеліп, миға ауа жетпей тұрғандықтан ауырған еді. Бірақ қан тамырларын тазалатқаннан соң денсаулығы түзеліп, бәрі орнына келді. Бір айдан соң және кітабын оқып, кроссворд шешіп отырды. Не умывакин дәрігер ғана емес, бұл тереңге үңілген дәрігер еді. Басқалар аурудың белгілерін ғана емдесе, ол тереңге үңіліп, аурудың шығу себептерін табуға тырысты және сонымен күресті. Ол космонавтарды, әскерилерді және басқа дәрігерлер емдей алмаған науқастарды емдеді. Ол химиялық таблеткалармен емес, табиғи емдерге көңіл бөлді. Қан тамырлары қуат көзі деді. Егер бұлар бітелетін болса, адам қуатын жоғалтып қана қоймай, өмірге деген үміті үзіледі деді. Ол қан қысымы, ұмытшақтық, жүректегі ауру, қан айналым жақсартатын болса, осы аталған аурулар кетеді деді. Ол бірде бір оқиғаны есіне алды. 60 жастағы ер адам бірде өзіне үнемі шаршап жүретінін және басының тұман секілді сейілмей тұратынын айтып шағымдалды. Дәрігерлерге қаралғанын, олардың берген дәрілерінен жағдайының нашарлағанын айтады. Профессор не умывакин оған қарапайым, қан тамырларын тазалайтын рецепт ұсынады. Ол емдік шөптерден және дұрыс тыныс алу жаттығуларынан тұратын еді.
2 аптадан соң науқастың жағдайы жақсарған. Ал 1 айдан соң қан қысымы реттеліп, ми жұмысы тынышталған. Ол адамдарды емдеумен қатар, оларға ағзаны тыңдай білуді үйретті. Бірінші берілген белгіні аңғарып, аурудың асқынуын күтпей емделуді ұсынды. Осының арқасында осы рецепт дүниеге келді. Дәрінің шамасы келмеген ауруларды емдеді. Бұл шай ғана емес, бұл құлақтың шуылдағаны, басылған тыныштық. Бұл аяқтағы жеңілдік, бұл ойдың анықтығы. Профессор Неумывакин бұл рецепті ең дұрыс, ең сенімді, химиясыз, ешқандай зиянсыз деп бағалады. 3 емдік шөптен тұратын жақсы бір-бірімен үйлескенде қан тамырларының әр бұрышын тазалайтын щетка деп бағалады. Біріншісі шиповник. Шиповник С витаминіне бай. Ол қан тамырларының қабырғаларын қуаттандырады және серпімділігін жұмсартады. Екіншісі хвош полевой. Ол табиғи қан тазалайтын қасиетке ие. Токсиндерді шығарады, қан түйіршіктерін қуаттандырады. Үшіншісі липа. Ол қан тамырларын босаңсытады, түйілуді жояды, қанның өткізгіштігін жақсартады. 3 емдік шөппен қатар дұрыс дайындалуы да өте маңызды. Судың температурасы 70 градустан аспауы керек, қайнап кетпеуі керек. Емдік шөптердің пайдалы емдік құрамы сақталуы маңызды. Дайындалуы әрбір емдік шөптен 1 ас қасығын суға 15-20 минут бұқтырып қою керек. Және бір мысал, Тулада тұратын 82 жастағы әйел ерте тұрып осы шайды ішеді екен. Ол бұл шай туралы, бұл менің қалқаным дейді. Оның қан қысымы қалыпты жағдайда, ал есте сақтау қабілеті жас күніндегідей. Және жүрісі ширақ болған. Себебін сұрағанда, тек осындай шай ішетінін айтқан. Көпшілік адамдар неге қан тамырларын тазалауға көңіл бөлмейді? Қанның ластануы бір күнде пайда болмайды. Ол трубадағы сарғайған тот сияқты жылдар бойы жиналады. Бүгін сәл шаршағандай боласыз, ертең сәл басыңыз айналғандай болады. Апта өткенде аяғыңызда ауырлық пайда болады, ал сіз бәрі өтіп кетеді деп ойлайсыз. Күннен күнге қан тамырларындағы ластануды байқамайсыз. Профессор Неумывакин адам ауруды сезінгенде қан тамырлары айқайлап жатқан болады дейді. Бұл дегені адам ауруды сезінгенде әлде қайда бұрын басталып кеткен деген сөз. Және бір мысал, 63 жастағы ер адам денсаулығында ешқашан шағымданбаған. Бау бақшасында жер аударып жүрген еді. Кенет сол жүйектердің арасында ес-түссіз құлайды. Дәрігерлер микроинсульт деп диагноз қойды. Себеп жүрек қан тамырларының бітелуі. Осы жағдай болардан 1 ай алдын түс көргенін айтты. Түсінде суға батып, шығып, қиналғанын айтты. Сол түсінде ағза қиналып жүргенін ескерткен ғой. Бұл шайды ішудің де уақыты бар. Таңертең аш қарын кезбенен кешке жатардың алдында ішу қажет. Таңертең ағза оянады, қан тез қозғала бастайды, тамырлар кеңейеді. Ал кешке ағза демалуға дайындала бастайды. Осы 2 уақытта ішкен шай ағзаға тез сіңеді. Терең емдеп, тазалайды, қоректендіреді, тыныштандырады, клетка арасына сіңеді. Таңертең
Тамақтанудан жарты сағат алдын ішкен шай қанды белсенді етеді, қуат береді. Кешке жатардан 1 сағат алдын ішкенде шаршауды басады, ұйқы тыныш болады, жүрекке салмақ түсуден сақтайды. Шайды күнделікті ішіп жүру керек. Өйткені қан тамырларымыз тоқтаусыз жұмыс істейді және күтім керек. Осы айтқандарыма сенбеген 67 жастағы танысым хабарласып, шайды байқап көру үшін ішіп бастағанын, ішкеннен соң 1 аптада бас айналуы тоқтағанын, 2 аптадан соң қан қысымының қалыпты жағдайға түскенін, 1 айдан соң оянбай, тыныш ұйықтағанын және өзін тың сезінгенін айтты. Осымен аударманы аяқтаймын. Ақпараттар пайдалы болса, дәрігерлеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыздар. Себебі бұл ақпараттық канал. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Осы сұхбаттың жалғасын келесі видеода жалғастыратын боламын.